Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Айгүл. Құсақ жобасының бүгінгі шығарылымына қысқаша шолу жасаймыз. Ең бірінші жоба Камила мен Әлишердің таныстығынан басталды. Кеше Камилаға Әлишер есімді үміткер келіп еді. Екеуінің таныстығы өте жақсы болған, екеуіне де ұнаған. Бірақ аяқ астынан Камилаға Ж мырза келді студияға. Ж мырза дегеніміз ол біздің бұрынғы қатысушымыз Жандос болып шықты. Жандос студияға келіп, мені немесе үміткеріңді таңда деген таңдау қойды. Камила ойланып отырып, мен екеуін де танымаймын, екеуін де білмеймін, сондықтан ештеңе айта алмаймын деген сәтте үміткер Әлишер мырза орнынан тұрып студиядан шығып кетті. Сол себепті студияда қалған Жандоспен таныстық әрі қарай жалғасты. Екеуі сырласу бөлмесіне кіріп, бір-бірімен таныстықтарын жалғастырды. Келесі кезекте Данияр мен Гүлназымның таныстығы жақсы жаққа өрбіп жатыр. Данияр алдыңғы шығарылымда Түркістанға Гүлназымның әкесінің алдына барам деп еді, бірақ бармаған. Не себептен екені белгісіз, ашық айтқан жоқ, анықтап айтқан жоқ. Ал ханзадалық тақырыбы жобада тағы да көтерілді. Жобадағы қатысушы ер жігіттер бір-бірімен таласып, тартысып, кім ханзада болады дейді, мен болам деген секілді тақырыптарда қозғалды. Бір қарап қойсаң, бір ханзадалық ұшында жүріп жүрген секілді. Қызық бір жағынан. Келесте кеше Айжанға Медетбек есімді үміткер келіп еді. Таныстық жақсы жағынан жалғасты, бірақ өкінішке орай бүгін тоқтады. Екеуі бір-біріне сай емес еді. Айжан маған бұл кісімен таныстық әрі қарай жалғаспайды, бұл кісі маған сай емес деп айтты. Келесі кезекте Нұрдәулет пен Ұлболсынның таныстығы. Кеше Нұрдәулетке Ұлболсын есімді үміткер келіп еді. Екеуінің таныстығы кеше жалғасты, бүгін өкінішке орай тоқтады. Дианаға Нұртас есімді үміткер келді. Алдында Дианаға бір-екі рет гүл жіберіп жүрген бір құпияжан болатын. Бұл құпияжан жаңағы келген Нұртас есімді үміткер болып шықты. Бұл үміткер алдыңғы маусымда Әнкар деген қатысушыға үміткер болып келгенін де айтып өтті. Ал жоба Меруерттің жүрегі бос па деген үлкен сұрақтан аяқталды. Себебі жоба соңында, эфирдің соңында Меруертке жүргізуші Диана ханым сұрақ қойды: сіздің жүрегіңіз бос па, сіздің жүрегіңіз бос емес деген ақпараттар келіп жатыр деді. Меруерт оны растады, жүрегі бос емес екендігін. Сонымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Ертеңгі шығарылымда Меруерттің жүрегінде кім бар, соны барлығымыз білетін боламыз. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Каналға жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді айтыңыздар.